Мынақта тағы да бір сұрақ қойып жатыр енді. Тақырып бойынша емес. Құранды жаттаудың фазилеттерін айтып жіберсе дейді. Ғалымдар оны тез жаттау үшін, яғни қандай бір методикалар, жеңіл методикалар ұсынады дейді. Жазакаллаху хайран. Наби саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Хайрукум ман тааллама ал-Qur'ана ва аллама". Хайрукум ман тааллама ал-Qur'ана ва аллама. Хадис Сахih Бухарида Наби саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Сендердің ең жақсыларың Құр'анды үйренген және Құр'анды үйреткен адамдар". Құр'анды үйрену немесе үйрету сол оқумен болуы мүмкін, жаттаумен болуы мүмкін, оның тафсирімен болуы мүмкін, оны амал қылуды үйрену болуы мүмкін. Бүткіл сол үйренудің қай бір түрін істесе, ол адам сол Наби саллаллаху алейхи вассалам айтқан жақсылардан болады, иншалла. Ол үйретсе де, үйренсе де. Хайрукум ман тааллама ал-Qur'ана ва аллама. Амма оны қалай тез жаттау керек? Адам әрекет қылса, иншалла тез жаттайды. Әрекет қылмаса, тез жаттай алмайды. Солай. Аллаху алам.